Тарас төрінде би өнерінің әсем кеші өтті. Өңірде 18 жыл бойы өзіндік шығармашылық жолын қалыптастырып келе жатқан Тамирис шығыс би ансамблі мың бұралып көрерменге кезекті есептік концертін ұсынды. Мәдени іс-шарада өнер ұжымының бір жылдық ізденісімен қажырлы еңбегінің нәтижесі қорытындыланды. 20-дан астам санаулы қойылымның әрқайсысы өзінше бір тарих. Сахна төрінде заманауи ырғақ пен түрлі ұлттардың халықтық билері өзара үйлесім тауып көрерменді ерекше әсерге бөледі. Жыл бойы төгілген тер мен тынымсыз дайындықтың нәтижесі бүгінгі кештің басты мазмұнына айналды. Сегодня, как всегда, ежегодный концерт. Бүгін жыл сайынғы дәстүр бойынша еңбегімізге арналған есеп беру концерті өтіп жатыр. Бұл шараға жыл бойы дайындалған қойылымдарымызды көрермен назарына ұсынамыз. Біздегі ең үздік дүниелердің барлығы бүгінгі сахнада көрсетіледі. Биылғы концертіміз сұлулыққа бастар жол деп аталады. Себебі би әлемге әсемдік сыйлайтын өнердің бір түрі. Концерт барысында кішкентай өнерпаздардың сахнадағы еркіндігі мен өнерге деген қызығушылығы көрерменді тәнті етті. Ұжым тек би қимылдарын үйретіп қоймай, тәрбиеленушілердің бойына эстетикалық талғам қалыптастырып келеді. 3 жылдан бері осы үлкен отбасының бір бөлшегіне айналып, түрлі қалада облыс намысын қорғап жүрген жас биші Айерке де өз әсерін бөлісті. Биге 3 жыл қатысып жүрмін. Мен басқа қалаларға барамын. Менің достарым отбасы сияқты боламыз. Біздің әпкеміз ұрсып бізді әдемі билетуге үйретеді. Басқа қалаға барып орын алып жатырмыз. Немесе бірінші орын гран-при алып жүреміз. Өнер мектебінің жетістігі кәсіби оқыту жүйесі мен жылдар бойы қалыптасқан тәжірибенің жемісі. Бүгінде мұнда көптеген ата-ана балаларының шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік алып отыр. Кезінде осы ұжымда тәжірибеленген шәкірттердің бүгінде өз балаларын дәл осы ансамбльге әкелуі оның нәтижелі жұмысының көрінісі. Солардың бірі биыл республикалық байқауларда жүлделі орындарға ие болған бүлдіршіннің анасы. Менің қызым Тамирис би ансамбліне қатысқанына 1 жыл уақыт болды. Осы жылдың ішінде қызым 2 би үйренді, русская мозаика және воздушная симфония биін билейді. Және осы жылы қыста олар жастарын би конкурсында 1-ші орын иеленді. Ирина Иннокентьевна өте мықты маман. Мен бұл кісіге өзім де мектеп кездерінде биге қатысқанмын. 20-дан астам қойылым ұсынылған кеште өнерпаздар көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Ансамбль алдағы уақытта да жаңа шығармашылық жобаларын жүзеге асырып, халықаралық байқауларда ел намысын қорғауды мақсат етіп отыр. Мөлдір Аманбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Құсаубек, Қордай 24 Ньюс.